Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін міне армян халқының ұлттық тағамы хапама дайындайтын боламыз. Міне алдымен мынандай дәнектер алдым. Сол дәнектерді аз ғана баяу отта кішкене қыздырып аламыз. Бұлардың бәрінің қанша грамм екені барлығы описанияда жазылады. Содан көресіздер. Бұл жастар жаңадан үйленгенде сөз жоқ осы тағамды алдарына тартады екен. Бұған міне керекті заттар, міне натуральный бал, сумай, міне бұқтырылған күріш, міне сухофрукты деп қояды ғой. Енді міне бал менен асқабақтың ішін майлап аламын. Бұл бұрынғы кезде сол торттың орнында жүретін болу керек. Көп тәттілер салынады. Тәтті нелер, кептірілген сухофруктилар дейді ғой. Онан соң міне күрішті асқабақтың ішіне саламыз. Аздап сармай саламыз. Сармайды қыздырып салсаңыздар да болады. Және мынандай тоңазытқышта тұрған майды қолдарыңызбен өстіп төртбұрышты турап ап қолдарыңызбен салып отырсаңыздар да болады. Енді мына құрғақ жемістерді саламыз. Енді міне бәрін салып болған соң сыртын кәдімгі сұйық маймен майлаймыз. Орап болдым, газдың духовкасына саламыз қазір. Духовкаға салып жатырмыз. Бисмилля. Маған осылай көмекші керек болып қалды міне газға салу үшін. Міне менің жаңағы асқабақтан дайындалған тағамым дайын болды. 2 сағат өтті, қазір ашамыз. Зубочисткамен бүйтіп шұқып көрдім, жұмсақ екен, сондықтан пісті ғой деп ашып жатырмын. Міне енді піскен тағамды пісіп көрейік, бисмилля деп бүйтіп. Мынау қақпағы міне. Қымбатты менің көрермендерім, мына осы көрсетіп атқан видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.